Саламатсыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып адамның бүйрегі. Ол қандай қызмет атқарады, оған қандай зиянды факторлар әсер етеді, сол факторлардың арқасында ол жұмыс істемей қалуы мүмкін, біз соны қалай қорғаймыз, бүйректе құм тас қалай жиналады. Сонымен қатар NL компаниясының водолей шайы жайлы, оның құрамы, көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер, бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен бүйрек дегеніміз не? Бүйрек бұл парный орган, 170 грамм салмағы бар, 10-ға 15 өлшемі сондай. Бірақ соған қарамай, өзінің кішкентайлығынан қарамай, бұл үлкен қызмет атқарады. Одан 24 сағаттың ішінде 2000 литрдей қан айдалып өтеді. Сол 2000 литр қанды бұл бүйрек тазалайды. Фильтр ретінде жұмыс істейді. Бірінші кезде 150 литр первичный мочаны бөліп алады, одан кейін оның ішінен тағы да 2 литрдей кәдімгі зәрді мочаны бөліп алады да, біз оны күнге далаға шығарып тастаймыз. Оның ішінде органикалық, неорганикалық өте көптеген химиялық зиянды токсиндер, заттар бар. Сонымен бүйректі зақымдайтын заттар не? Бүйректің қызметін тоқтап кетейік. Бүйректің қызметі тағы да бұл қан қысымын ұстап тұру. Керек затты тұздарды шығарады, керек емес өзіне керек тұздарды ұстап қалады, керек емес тұздарды шығарады, және гормондарды бөлу арқылы қанның қысымын ұстап тұрады. Адамның қалыпты қан қысымы болады да денеде. Сол кейде бүйректің бір ауытқуларына байланысты бізде почечный давление деген бар, диастолический астыңғы давление жоғары болған кезде бұл бүйректің давлениесі екен деп жатады да. Сол бүйрек давлениені ұстап тұруға қатысады. Екінші тағы да бір қызметі бұл pH среда деген бар, соны ұстап тұрады. Биологиялық активтік заттарды денеге бөледі. Мына белок пен глюкозаның зат алмасуына қатысады. Қан түйіршіктерінің қызыл түйіршігі эритроцитті жасауға да көмектеседі. Сондықтан бұның қызметі өте үлкен. Сонымен қатар енді қандай зиянды факторлар бар? Факторлар өте көп. Ол бірінші кезде біздің ішетін мысалы спиртной напитоктар. Арақ ішкен кезде қан қоюланады, білесіздер. Бірінші кезде адам денесінен токсиндерді уды шығарып тастаймын деп организм көп су бөледі да. Содан адамның қан қоюланып кетеді. Қан қоюланған кезде бұл бүйрекке нагрузка береді. Не үшін? Өйткені бізде бүйректе бір қан тамыр келеді да, сол жерде майда майда капиллярларға, майда қан тамырларына бөлінеді. Сөйтіп фильтрлі қан бүйректе қан сүзіледі да, содан кейін тағы бір тамыр арқылы ол денеден шығып кетеді, тазаланған қан. Сол майда капиллярлардың ішінде қан қоюланған кезде ол тұрып қалады, жүру қиындайды. Бұл бір жағдай. Екінші тағы да бір жағдай бұл ожирение, семіздік. Семіздік кезінде екі түрлі. Біріншісі механический қысым болады. Мысалы қатты адам үшін майға басқан кезде бүйректің өзінің айналасында май бар, тағы да басқа май арқылы бүйрек қысыла бастайды сыртынан, өйткені май көп та. Сондықтан біріншіден ол механический повреждение болады, семіз адамдарда қысым көреді. Екінші жағдай бұл қан тамырларының холестеринге байланысты қатып қалуы, одан кейін майда капиллярдың ішінде холестериновый бляшкалардың болуы. Сол былайша айтқанда капиллярлардың ішіне қан айналым механический жүрмей қалады. Өйткені кедергілер болады, одан кейін қан тамыры қатып қалады. Кордон сияқты. Өткен жолы біз омега-3 айтқан кезде айтты ол жайлы. Осы жағдай одан кейін екінші жағдай осы семіздікке байланысты. Кейде адамдар бірден диета ұстайды, болмаса қатты арық адамдар болады. Сол кезде бұл бүйрек өзі негіз көп тамақты, қоректі затты қажет ететін орган, өйткені ол 24 сағат жұмыс істейді. Қасында бүйректің қасында мына почечный жир деген бүйрек майы деген бар. Сол бүйрек майы ол бүйрек майы оны біріншіден ұстап тұрады орында, екіншіден жаңағыдай оған не береді, қоректік зат беріп отырады. Сондықтан бірден диета ұстаған кезде қоректік зат бүйрекке жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан жесткий диетаға бірден кіруге болмайды, ол организмді стресске әкеледі деп өткен жолы айттым. Бұл жолда осы бүйрекке кері әсер ететіні жағы бар екен оның диетаның. Осындай жағдай. Тағы да кері әсер ететін заттар бұл біздің ішетін көп ішетін дәрілеріміз. Бұл НПВС дейді, обезболивающий препараттар, аналгетиктер. Өзі жалпы кейде дәрілерді оқыған кезде инструкциясын нефротоксичный деп атайды препараттар. Бүйрекке кері әсер ететін өз дәрілер бар. Сол дәрілер бүйрекке кері әсер етеді. Бүйректің жұмысын бұзады.
Осындай жағдай тағы кофені қолдану. Кофе бізде көп қолданатын болса, ол мочегонный эффектісі бар, сондықтан организмді кішкене құрғатады. Кофені ішуге болады, әрине, ол бірақ мезгілден шамадан тыс емес. Бір қалыпты ішетін болса, ол, конечно, ол да пайдалы. Осындай одан кейін тағы да бактериялар менен жаңа вирустар қабыну процестерін алып келеді бүйрекке. Бұл жерде бір жағдай бар, мысалы құрттаған тіс болатын болса, гайморит болатын болса, бір отит болатын болса, оны хронический очаг инфекция деп атайды. Сол жаңағы сол хронический очаг инфекцияда, мысалы құрттаған тістен бір күніге мысалы жаңағы қанға бактериялардың жаңағы өліп қалған бактериялардың жаңағы зиянды заттар түсіп отырады. Соның бәрі біртіндеп бүйрекке жиналады да, соң бір күндердің күнінде ол бүйрекке кері әсер етеді. Осындай жағдай. Сондықтан бүйректі ауыртпас үшін мүмкіндік болатын болса, жаңағы хронический очаг инфекция болмау керек, тістерді жуып тастау керек, тістерді емдету керек. Осындай жағдайлар бар. Сонымен барлығы айтылды. Енді біз бұны қалай емдейміз? Бір жағдай ұмытып кетіп баратын, бұл стресс. Стресс тек қана бүйрекке емес, барлық органдарға әсер етеді. Стресс мынандай ғой, стресс деген постоянно стресспен жүрген адамдарда біріншіден адам нерв қозуда болады. Қозған кезде мына майда қан тамырлардан тоже қан жүрмей қалады. Бізде үлкен қан тамырлар ол проблема емес, ол как трасса сияқты ғой, кәдімгі қан жүре береді зырылдап. Бірақ бізде проблема майда қан тамырлар именно әр мынау клеткаға баратын, әр үйге кіретін кішкене көше сияқты, жол сияқты. Сондай қан тамырлар әр органға, әр клеткаға, ткандарға баратын. Солар жұмыс істемей қалған кезде, сол кезде зақымдалады да, органдар сол кезде жаңағыдай нарушение болады сол ткандарда, нелерде, клеткаларда. Сондықтан сол қан тамырлары тарылып тұрады да, қан бармай қалады. Сондықтан стресспен жүрген адамдар, енді мүмкіндік болатын болса, конечно, бір сағат уақыт бөліп өзіне, хотя бы күніне бір жарты сағат өзіне уақыт бөліп, мынау бір дем алуға ма, бір йогаға ма, білмеймін, әйтеуір не жақсы көреді, сол жақсы көретін нәрсесін жасап, мүмкіндік болатын болса, сол стрессовый ситуациядан шығу керек деп ойлаймын. Конечно, ол айтқанға оңай, бірақ істеуге өте қиын, бірақ ол істеліну керек, өйткені стресс өте көп органдарға әсер етеді, особенно гормон бөлетін, щитовидкаға, поджелудкаға, надпочечник, бүйректің қасындағы надпочечникке кері әсері бар стресстің. Осындай жағдайлар бар, біздің бүйрегімізге зақымдайтын. Енді біз не істеуіміз керек? Біріншіден жаңа стрессовый ситуацияны алып тастауымыз керек, екінші очаг инфекция біз болдырмауымыз керек, мүмкіндігінше. Одан кейін жаңа спирттік ішімдіктерді азырақ ішуіміз керек, мүмкіндік болса вообще ішпеуіміз керек оны. Тағы да бір жағдай, жаңа кофені азырақ ішу керек. Егерде біздің Қазақстанда өзі негізі кофе жалпы статистика бойынша көп ішілмейді, но бірақ ішетін жақсы көретіндер бар. Мүмкіндік болса азырақ ішу, өзінің нормасымен, былайша айтқанда. Осындай жағдайлар бар, и және дәрі ішкен кезде ол жаңа бүйрекке әсер ете ме, етпей ме, сол қалай болса солай іше салмай. Особенно аналгетиктерді, жаңа біз ішетін кетаналдарды бекерден-бекерге мысалы қоймай жатса, қайта-қайта екеулеп ішпей, мүмкіндігінше азырақ ішіп, азырақ қолдану. Осындай жағдайлар, одан кейін жаңа стрессовый ситуацияда адам өзінің бір хобби табу, болмаса, білмеймін, йогамен заниматься ету, жүгіру, таза ауаға шығу, қыдыру. Осындай бір кішкене өзіне жарты сағат, бір сағат, адам 24 сағаттың ішінде бір сағатты тауып алып, өзіне адам көңіл болу. Негіз бұл айтқанға айтам, оңай, бірақ бұл өте көмектесетін, өте маңызды жағдай. Бұл жалпы тек қана бүйрекке емес, жалпы адамның өмір сүруіне, дұрыс өмір сүруіне пайда беретін нәрсе. Енді водолей шайы жайлы айта кетейік. Водолей бұл жерде составында бір көк шай бар. Көк шай жайлы өткен жолы айттым. Көк шай бұл жалпы зат алмасу процесін жақсартады. Соның ішіне теофилин деген зат бар. Теофилин бұл мочегонный препарат, адамның денесіндегі жаңағы тұрып қалған уларды, денедегі заттарды шығарады. Бұл көк шайдың негізгі қосқан себебі. Одан кейін кетохин деген зат бар, бұл бүйректің қан тамырларын бекітеді. Қан тамырлары өте маңызды, олардың арасы, особенно бүйректің қан тамырларының қабырғасы мықты болу керек. Өйткені байқайсыздар, беременна екіқабат әйелдер, бүйрек ауыратын адамдардың аяқтары көз ісіп кетеді. Не үшін ісіп кетеді? Өйткені зәр арқылы белок сыртқа қарай шығып кетеді. Белок деген өзі сондай зат, ол белок қан тамырының ішінде, қанда болу керек, ол қысымды ұстап тұрады. Ол өзіне губка сияқты суды тартып ұстап тұрады. Егер де ол бүйректің қан тамырында аз болып, сыртқа шығып кететін болса, қан тамырынан судың бәрі майға қарай шығып кетеді, адамның денесіне қарай шығып кетеді, содан кейін адамның денесі ісіп кетеді. Адамның денесі ісу себебі сондықтан жаңа белок сыртқа қарай моча арқылы шығып кетеді. Мочада белок бар екен деп атады анализде. Особенно екіқабат әйелдерде көп байқалады ол.
Сондықтан бұл қан тамырларының жаңағы стенкаларының дұрыс болмауы да, тесіктердің үлкейіп кетуі былайша айтқанда. Өйткені белок өте үлкен молекула, обычный қалыпты жағдайда ол белок қан тамырдан сыртқа шығып кете алмайды. Но бірақ жаңағы бір жағдайларға байланысты жаңағы үлкейіп кетеді да қан тамырының арасындағы тесік, и белок сыртқа қарай шығып кетеді, и адам сразу отекать ете бастайды. Өйткені белок суды өзімен бірге тартып алып сыртқа қарай шығып алып кетеді. Вот осындай жағдай. Одан кейін золотая разга деген бар. Ол золотая разга бұл тұқымменен тасты майдалайды. Бұл сразу айта кететін жағдай. Водолей негізі бүйректе тас бар кезде ішудің қажеті жоқ. Өйткені ол бүйректегі тасты жылжытып жіберсе, почечный колика болуы мүмкін. Бірақ бұл құмды шығаруға өте таптырмайтын нәрсе. Егер де бүйректе құм болатын болса, ол жаңағы таза су таза болмаса білесіздер да, одан кейін жаңағы мынау холестерин көп кезде, майлы тамақты көп жеген кезде, одан кейін тағы да бір жерде ұмытып кеткен бір айтатын нәрсе, мысалы үлкен дәретке барғысы келіп, бірақ сонда да бармайтын адамдар бар ғой, әдет қылып ұстады, бұл әдет болып кетеді, ондай адамдарда жаңағы туалетке барғысы келсе де бармай жүре береді. Ол негізі жақсы емес, ол бүйректің ішіндегі қысымды қатты жоғары көтереді да, бүйректі біріншіден ауру қылады, ол кейін адам ол адам. Екіншіден тағы бір жағдай, ол жерде құм, одан кейін тас пайда болады. Сондықтан егер туалетке барғыларыңыз келсе, ол сразу туалетке бару керек, өйткені бірінші кезде адам қысылып жұмысына байланысты или басқа жағдайларға сөйтіп жүре беруі мүмкін. Бірақ кейін соған даже үйреніп қалады, даже барғысы келіп тұрса да барғысы келмей қалады. Барғысы келмей жүре беретін адамдар бар. Вот сондықтан бұл өте зиян нәрсе, особенно әйел балдарына. Сондай жағдайда, одан кейін бұл жерде фенхель бар. Фенхель бұл спазмолитик. Жаңағы спазмды снимать етеді, бүйрек жаңағы қан тамырлары тырысып қалған кезде, жаңағы стресске байланысты, басқа жағдайларға байланысты, сол кезде бұл спазмды снимать етеді. Кардамон деген бар. Кардамон бұл тоже спазмолитик ретінде қолданады. Бүйректегі жаңағы спазмды снимать етеді. Вот осындай состав бар. Бұлардың негізі бәрі жалпы бір-біріне қосқан кездегі негізгі мақсаты бұл мочегонный эффект, одан кейін спазмолитик, обезболивающий, одан кейін местный антибиотик болып табылады. Жаңағы воспалительный процестерді снимать етеді. Бірақ табиғи түрде. Сондықтан денедегі уларды, денедегі жаңағы тұрып қалған личный жидкостьтің бәрін сыртқа қарай шығарады. Содан кейін жаңағы кішкене воспалительный процестер болатын болса, жаңағы тасқа байланысты жүріп кеткен, құм жүріп кеткен жерлер, солардың ертарақ тез жазылуына мүмкіндік береді. Сонымен водолей қалай дайындалады? Ол 20 минут қайнаған суға сап қоясыздар, қайнап тұрған прямо содан кейін ол 20 минутта дайын болады. Соны 100 мл-ден азында кешке ішуге болады. Оны холодильникке бір күнге сақтап қоюға болады. Бағасы 1550 теңге, қазір данный момент бағасы. Одан кейін тағы бір айта кететін жағдай, бұл жерде бұл любой сіздердің өздеріңіз қалада тұратын қалаларыңыздағы NL компаниясының магазиндері бар, сол жерде сатылады. Сондықтан сол жерден сіздер беймарал ала аласыздар. Сонымен тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк қойыңыздар, подписка жасаңыздар. Ол маған бір мотивация болады, тағы да басқа шайларға, басқа NL компаниясының өнімдеріне, жалпы адам организмінің мүшелері, қандай аурулар бар, сол жайлы тағы да сіздерге дополнительный информация беруге. Жақсы, үлкен рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Қош сау болыңыздар.